сіздермен бірге осындай кішкентай нәрестелерге арналған осындай узорлы чепчик тоқимыз. Узоры өте қарапайым, оңай узор. 5 петлядан 4 қатардан тұрады. Узордың рапорты, яғни 5 қатар, 5 петля, 4 қатар. Артынан көрінісі. Төбесі. Видеоның соңына дейін көрсеңіздер, барлық бөлімдер тоқығанда видеода айтылады және көрсетемін. Ендеше бастаймыз. Мен 90 петля бастадым. Бірінші резинкасын тоқимыз. Резинкасын бір оң, бір теріс, бір оң, бір теріс тоқимыз. 4-5 қатар тоқсақ жетеді. Резинкасы бітті. Бір оң, бір теріс. Енді узорын бастаймыз. Узор кромочны іліп аламыз. Екі оң, бір, екі оң, накид. И наклон солға. Екі петляны солға қысқартып тоқимыз. Бір оң. Осымен рапорт бітті. 5 петлядан 4 қатардан тұрады. 4 оң тоқимыз. Қайтадан рапорт бастаймыз. 2 оң, накид, наклон солға, бір оң. Осылай өздеріңіз жалғастыра бересіздер. Соңына дейін тоқып шығасыздар осыны. Арасында 4 петлядан қалдырып отырасыздар да, и рапортты тоқисыздар.
Екінші қатар. Екінші қатар көріп тұрғандарыңыздай теріс жағынан тоқимыз. Жаңа бірінші қатар оң жағынан тоқамыз, екінші қатар теріс. Теріс жағынан тек бірыңғай теріс тоқып шығамыз. Накидті тоқимыз. Бірыңғай теріс. Соңына дейін теріс тоқимыз, ешқандай узор жасамаймыз. Үшінші қатар тоқимыз. Оң жағынан кромочный аламыз. Наклон оңға. Екі петляны оңға қысқартамыз. Накид. Бұрын. Енді накид и наклон солға. 5 петляны тоқыдық. Енді 4 тоқымыз. 1, 2, 3, 4. Енді қайтадан раппорт. Наклон оңға. Сәл кеңдеу тоқсаңыздар болады, мен сәл қысып тоқыдым, қиындау. Накид, оң, бір оң, накид, наклон солға. Тағы 4 оң. Узорлар уже көріне бастайды. Накид алған жерлер, мен қайтадан 2 оңға қысқартамыз, наклон оңға, накид, бір оң, наклон солға. Раппорт осылай тоқылады. Осылай соңына дейін жалғастырып тоқи бересіздер. Енді төртінші қатар. Төртінші қатар тағы да теріс жағынан бірыңғай теріс тоқимыз. Барлығын теріс тоқып шығамыз. Раппорт осы 5 петля 4 қатардан. Соңғысы осы 4-ші қатар. Терістен бітіресіздер. 5-ші қатар, одан кейін қайтадан раппорт басталады.
теріс тоқыдым. Теріс жағынан да өзі узорлар көрініп жатыр. Тесік болып. Өздері осылай білінеді. Төрт қатар тоқыдым. Төрт оң. Бірыңғай оң қылып, төрт қатар тоқып шықтым. Енді бесінші қатар қайтадан узорды ұрап бастайсыздар. Енді ортаға түсу керек. Ортаға түсіру үшін кромочный тоқисыздар. Сосын төрт оң тоқисыздар. Сразу раппорт басталмай, яғни төрт оң. 1, 2, 3, 4. Что жаңағы узор ортаға түсу керек та енді. Енді басталады. Раппорт 2 оң, накид. Осылай жалғастыра бересіздер. Соңына дейін ұзындықта қалған өздеріңіздің ұзындығында тоқып шығасыз. Достар, мен тоқып бітірдім узорлардың бәрін. Енді макушкасын көрсетемін сіздерге. Маркермен бөлікке бөліп қойдым барлығын. Алты бөлікке бөліп алдым. 15 петлядан 90 общеменде. Енді круг жасап аламыз, сосын арқайсын қысқартамыз. Бірыңғай оң тоқып аласыздар. Круг жасап, бірыңғай оң тоқып аламыз. Қысқартуды бастаймыз. Бірыңғай оң тоқып, маркерге дейін келеміз. Маркерге 2 петля қалғанда, соны қысқартып отырамыз. Әр маркерден бөлінген маркерге 2 петлядан қысқартамыз. Екі петля қалды. Оңға аударамыз. Екеуін қысқартамыз. Маркер өткіземіз. Осылай барлық бөліктерін тоқимыз. Пока әр маркердің арасында 4 петлядан қалғанша қысқарта бересіздер. Маркері осы 2 петляны оңға аударып қысқартамыз. Оңғып қысқартамыз. Осылай айналдырып барлық бөлікті өздеріңіз қысқарта беріңіздер.
ар бөлікте жаңа айтқандағыдай 4 петлядан қалғанша. Мен қысқартып бітірдім. Әр маркердің ішінде 1, 2, 3, 4 петлядан қалды. 6 бөлікке бөлгем, 6 маркердің ішінде 4 петлядан қалды. Енді осы петляларды екеуден тағы да қысқартамыз барлығын. Екеуін бірге қысқартамыз. Екеуін қысқарттық. Тағы да екеуін қысқартамыз. Осылай барлығын екеуден қысқартып шығамыз. Айналдырып қысқарта береміз. Қалғандарын қысқартып болғаннан кейін екінші қатарда инемен барлығын біріктіріп қоя саламыз. До конца қысқартпаймыз да сонда. Үшкір болып қалмайды, сосын инемен бәрін біріктіріп қоя саламыз. Шапкамыз осымен аяқталды. Алдынан көрінісі, макушкасы. Енді бауын тоқимыз. Бауын, осылай 4 петля. Соны оң теріс қылып тоқып шығамыз. Оң. Осылай өзіңізге керекті ұзындықта тоқисыз да, где-то 10 сантиметрдей тоқимыз. Бауын тоқыдым. Мынанша ұзындықта тоқыдым. Енді осыны чепчикке жалғап жатырмын. Чепчиктің шетінен жаңа өзі петля көрініп тұрады.
соның біреуін былай көтеріп былай тоқимыз. Мен бағана 4 петля бастаған болатын. Міне 3-еуін тоқыдым. Міне 4-шісімен 4-ші петлямен бағана чепчиктен көтерген петляны қосып бірге оң тоқимыз. Сонда былай жалғанып тоқып кете береді. Да, осылай. Үшеуін тоқыдым. Бір петля көтереміз. Осылай. Баудың соңғы петлясымен бірге оң тоқып жібереміз. Осылай. Тағы бір петля. Тағы да оң. Біреу, екеу, үшеуін тоқимыз. 4-шісін чепчиктің петлясымен екеуін бірге қосып оң тоқимыз. Тағы бір петля көтереміз. Барлық петляны көтеріп алсаңыздар болады. Шетінен осылай көтерсеңіз, көтеріп бірге тоқи берсеңіз болады. 1, 2, 3, 4-шімен чепчиктің петлясын бірге тоқимыз. Осылай. Былай жалғанады. Бәрі оң көп білінбей қалып. Ешқандай дырка жоқ, әдемі жалғанып келатыр. Осылай міне айналдырып мына жерге дейін тоқисыздар. Тоқып болған кейін былай ұзартып тағы да тоқсақ, сонымен бау болады. Міне чепчигіміз осымен аяқталды. Осылай шықты. Осылай тоқып көрсеңіздер болады. Жақсы, сау болыңыздар.